Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Химияда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану пәні бойынша 7-ші дәрісімізге тоқталамыз. Дәрісіміздің тақырыбы ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Қоғамда ақпараттандыру жағдайында оқу ақпаратын өңдеу және оны мақсатты түрде пайдалану күн тәртібінің кезекті күнде қойылып отыр, қазіргі таңда. Болашақта маманға қойылатын талаптар да күшейтіліп және құзыреттілік пен мобильділіктің болуы шарт болып отыр. Дамыған елдерде білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын мәселелердің бірі оқытудың, яғни оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды пайдалану болып табылады. Ақпараттық технологияны орта мектепте химия пәнін оқытуда жетілдірудің құралы ретінде пайдалану қазіргі уақытта шешімін табу қажет мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан да оқу үдерісінде ақпараттық технологияларды пайдалану қоғам сұранысынан туындаған қажеттілік деп білеміз. Ақпараттық коммуникативтік құзыреттілік алынған ақпаратты сыни тұрғыдан ұғынуға және оны табуға және таңдауға, қайта құруға, жаңа жағдайлардағы міндеттерді шешуге, сол ақпаратты пайдалана алуға, логикалық операцияларды өз әрекеттерінің жоспарында пайдалануға мүмкіндік жасайды. Ақпараттық коммуникативтік технологиялар интерактивті тақтаны қолдану, презентациялық сабақтар, мультимедиалық технологиялар, электрондық оқу құралдары, ғаламторлармен, яғни интернетпен жұмыс. Осылар кіреді. Ақпараттық құзыреттілік деп отырғанымыз ақпараттандырудың материал қорының дамуы, ақпараттық компьютерлік құралдармен қамтамасыз етілуі, компьютерлік құзыреттілік қалыптастыру деп отырғанымыз білім үдерісінің барлық қатысушыларымен информатиканың негізгі түсініктері ақпараттық коммуникациялық технология құралдарын және оларды қолдану принциптерін үйрету болып табылады. Ақпараттық беру, сақтау, өңдеу және алу біліктерін қалыптастыру оқу тәрбиелік есептерді шешу үшін компьютерлік мүмкіндіктерін пайдалану болып табылады. Жалпы ақпараттық коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы оқу үдерісінің функцияларына тоқталып отырып, яғни оқыту, тәрбиелеу, шығармашылық қабілеттерін дамыту, яғни дамыту, ақпараттық болжамдау. Осыларды функциясы деп атқаратын негізгі қызметтер деп бөліп көрсетіп отыр. Химия пәндерін оқытуда компьютерді пайдаланудағы бірнеше бағыт, яғни құбылыстарды, үдерістерді компьютерде модельдеу. Ең алдымен мектеп лабораториясында, зертханасында, яғни жұмыстарды көрсете алуға мүмкіндік қажет. Сондықтан осы компьютерлік модельдерді пайдалану зерделенетін құбылыстың маңызды байланыстарын ашуға, оның заңдылықтарын айқындауға мүмкіндік туғызады. Ал бұл өз кезегінде материалды тереңірек игеруге ықпал ететін болады. Оқушылардың параметр өзгерте отырып құбылыстарды зерттеп, оларды талдай алуы, қорытынды жасай алуына мүмкіндік туғызады екен. Химия пәндерін оқытуда компьютерді пайдалануға ерекше бағыт, яғни эксперимент мәліметтерді өңдеу және бақылау. EVM дейміз, яғни компаниясы дайындаған дербес ғылыми лабораторияда әртүрлі эксперименттер жүргізуге арналған программалар бар. Мұндай программаларды оқу үдерісіне пайдалану оқушылардың танымды, қызығушылығын, ой өрісін дамытуға, мотивацияны арттыруға ықпал жасайтыны бәрімізге мәлім. Химия пәнін оқытуда пайдаланатын программалық құралдарды келесі, яғни программаларға бөлуге болады. Нақты тақырыптар бойынша анықтамалық құралдар деп мазмұндық және генетикалық есептерді шығару, лабораториялық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу, сонымен бірге игерілген білімді бақылау және бағалау болып бөлеміз. Химия білесіздер 7-ші және 11-ші сыныптарға жүргізіледі. Осы химия сыныптарына арналған мультимедиалық курс дайындалған. Сол курста мысалы сабақтарды қалай пайдаланудың әдістемесі, компьютерлік модельдерге арналған тапсырмалар және
интерактивтік модельдерді пайдалану түрлері және тағы да басқа бірнеше жұмыстар берілген. Бүгінгі күні химияны пәндерін оқытуда сапалы ақпараттық технологияны қамтамасыз ету өзекті, және сонымен қатар пайдалану бойынша мұғалімдер, пән мұғалімдеріне біліктіліктерін жетілдіру үшін одан әріде өзекті болып күн тәртібінде тұр. Жалпы химияны электронды оқытуда кездесетін құзыреттіліктерге тоқталып өтеміз. Бірінші, ақпараттық компьютерлік технология, яғни АКТ-ны химия пәндерін оқытуда әдістемелік жағынан қамтамасыз етілуінің жеткіліксіздігі әлі де елімізде басым болып отыр. Сонымен қатар жаңа ақпараттық технологияны жүзеге асырумен байланысты педагогикалық әдістемелік мұғалімдердің қаруланбауы, мысалы әлі де дәстүрлі форматта қағаз түрінде кері байланыс алып, кейбір мектептер сондай жағдайда отыр. АКТ-ның жеткіліксіздігі дейміз. Күрделі программалық педагогикалық құралдарды сәйкес сабақ модельдері, көрсетілген әдістемелік ұсыныстардың жеткіліксіздігі, сонымен қатар төртінші, АКТ-ны қолдана отырып мұғалім мен оқушылардың біріккен әрекет негізінде қазіргі кездегі оқытудың жаңа технологияларын білмеуі де жатады. Енді келесі тоқталатынымыз ақпараттық коммуникативтік технологияны пайдаланудың тиімділігі. Тиімділігі, яғни оқушылардың еркін ойлауына мүмкіндік береді, ақыл ойын дамытады, жан-жақты ізденушілігін арттырады, тіл байлығын жетілдіреді, ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелейді және шығармашылық белсенділікті арттырады екен. Бірнеше біз ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалануда мынандай сервистерді атап көрсетіп отырып, бұл сіздердің оқу бағдарламамызда, яғни силабусымызда қамтылған әрбір тренингтер үшін бірнеше сервистер, яғни пән бойынша виртуалды тапсырмалар қоры, сабаққа қолдануға болатын бірнеше тақырыптар бойынша безендіру материалдары, дидактикалық материалдар, ресурстар көрсетілген мына жерде. Осылардың әрқайсысын сабағымызды өту барысында пайдалануға, қаруландыруға болады. Сонымен қатар білім беру пәндері бойынша сабақтарда пайдалануға ұсынылатын ресурстармен және қосымша ақпарат көздерімен жұмыс тағы беріліп отыр. Бұл жерде бірнеше платформалар, яғни осылардың әрқайсысын сілтемеге өтіп таныссаңыздар болады. Сонымен қатар АКТ, яғни ақпараттық коммуникативтік технологияларды зерттеген бірнеше отандық және шетелдік қауымдардың зерттемелерімен танысып шығуларыңызға болады. Сонымен бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, ғалымдардың пайымдауынша бүгінгі күні қоғамға өнеркәсіп дәуірінен ақпарат дәуіріне өту кезеңіндеміз. Дүниежүзілік коммуникация байланыс жүйелерімен қамтылған дүниежүзілік компьютерлік желі, интернет, мысалы ақпараттық мәдениеттің ең жоғары жетістігі болып саналды. Сондықтан 21 ғасыр азаматы информатика саласында тиісті құзыреттіліктерге ие болуы, күнделікті өмірде ақпарат жүйелерімен, арнайы компьютерлермен және ақпараттық желілермен жұмыс жасай білуі тиіс. Енді қазір жасанды интеллект деп айтып жатырық, осылардың барлық платформаларды әрбір жас маман өзінің саласында игере білуі, уақытылы қоғамның дамуында оны өз жұмыс орындарында пайдалану білуі үшін міндетті деп санаймыз. Бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.